Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дариға. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі домалақ декор жастықтың ең оңайын бірге үйренетін боламыз. Ал енді схемамызды сызып бастайық. Ол үшін матамызды ұзынынан жайып, 50 сантиметрді қақ ортасынан бөліп, 25-25 етіп, ортасынан бөліп түсетін сызық сызып аламыз. Содан соң жанына 4,5 сантиметрден беріп, тағы да тура осылай екі жағына екі сызық сызып аламыз. Одан кейін 300 сантиметрден тұратын, міне көріп тұрсыздар, тағы бір осындай орын салып аламыз. Яғни бұл екі сызық салып алғанымыз, бұл бізге схема салғанға, ал ортасы кәдімгі ортасы болып қалады. Енді қайтадан стартап сызықтарымыз секілді осы сызған сызықтарымызды 4 бұрыш етіп шығаратын сызықтарымызды сызып шығамыз. Ол сызықтарды сызған кезде тағы да айта кетейін, соңына шейін сызыңыздар. Соңына шейін сызсаңыздар, сіздер жастықты буған кезде сіздерге әлде қайда жеңіл әрі буылған жастығыңыз мыжылып, бүріліп, түйіліп қалмай, рет-ретімен әп-әдемі болып шығады. Ал енді өлшемдеріне келсек, қос жиегі 15, ал ортасы 9 сантиметр. Ал мынау схема салатын екі кубигіміз, яғни бір кубигіміздің өзі 3 сантиметрден болады. Міне тура осылай етіп, схемамызды салып аламыз. Яғни матаның басынан аяғына шейін тура осылай етіп, тігілетін схемамызды салып алуымыз керек. Ал енді схема арқылы тігіп бастаймыз. Бізге жақын тұрған торкөзді алып, астыңғы шетінен бір рет тігіп алып, қайтадан оны бұрышымызға, бізге көрсетіліп тұрған бұрышымызға апарып қосамыз. Міне көргендеріңіздей сызық бізде осы турайымыздағы бұрышты көрсетіп тұр. Енді сол бұрышқа апарып қосып тігуіміз керек. Яғни сіздерге қандай схема түссе, сол тура солай етіп тігетін боласыздар. Ал мінекей мен бұрышыма апардым. Енді инені тартып, бір рет немесе 2-3 рет тігіп, келесі торкөзімізге өтеміз. Енді біздегі торкөзіміз бізге жақын тұрған осы астында бұрыш екен. Енді астында бұрышын бір рет тігіп, сызық көрсетіп тұрған бұрышқа апарып қосамыз. Және онда тағы мықтап 2-3 рет тігеміз. Көргендеріңіздей қалған схеманың барлығы тура осылай тігіледі.
Ал мінекей құрметті көрермендер, мен сіздерге түсінікті болсын деп алдын ала бір бетін тігіп алған едім. Енді мен екінші бетінде кішкене тіктім. Сонда бізде оңғартқанда тура осындай өрнек шығатын болады. Бұл пуф жастығымыздың ішіндегі ең оңай өрнектерінің бірі. Сізге сабақ ұнаған болса, комментарий арқылы кері байланыс беріңіз.